Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдаушылар? Мен міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру қоры Атырау облысы бойынша филиалының маманымын. Сіздерді бүгінгі таныстырып өтетін тақырыбымыз бұл сіздер өздеріңіздің сақтандыру мәртебелеріңізді қалай білулеріңізге болады. Сақтандыру мәртебелеріңізді сіздер бірнеше жол арқылы білулеріңізге болады. Оның бірінші жолы осы қордың сайты, яғни fms.kz сайтына кіре отырып, оң жақтағы жасыл батырманы баса отырып, сіз өзіңіздің жеке сәйкестендіру нөміріңізді тіркеп, өзіңіздің сақтандыру мәртебеңізді біле аласыз. Келесі жолы бұл қолдау 24/7 приложениясын өзіңіздің мобильдік қосымшаңызға жүктеп, тіркеліп, одан кейін өзіңіздің сақтандыру мәртебеңізді осы приложение арқылы біле аласыз. Келесі жолы бұл үшінші жолы, яғни Telegram приложениясының сақтандыру ботты таңдай отырып, жеке сәйкестендіру нөміріңізді тіркей отырып, сіз өзіңіздің сақтандыру мәртебеңізді сақтандырылған немесе сақтандырылмаған екендігіңізді біле аласыз. Және де келесі жолы бұл, яғни YouGov.kz сайтына кіріп, өзіңіздің жеке кабинетіңізге сол жерден өзіңіздің сақтандыру мәртебеңіз туралы ақпаратты ала аласыз.